Сәлем достар, бүгін мен ержетпін. Бүгін мен сіздерге қиын логикалық сұрақтар беремін. Ал кетті. Ал егер осы видеомыз ұнаса, көбірек лайк басыңыздар. Және сіздердің ақылдылығыңызды тексеріңіз. Бірінші сұрақ. Осы жерде қанша сан көріп тұрсыз? Қандай сандар көріп тұрсыз? Жауабы міне: қастары 7, көздері 0, және ода 8 бар, мұрны 4, аузы 3 болады. Тапсаңыздар, лайк басып отырыңыздар. Міне енді екінші сұрақ. Осы жерде бір күні бір адам тамақ жеуге келеді. Сол кезде ол 3 бургер 300 теңге болады. Екінші адам 1 бургер 2 фри алады, ол 200 болады. Ал үшінші адам 2 пицца 1 андай алады, фри, ол 90 теңге алады. Ал төртінші адам 1 бургер 1 фри және 1 пицца алады. Ал осының жауабын табыңыздар. Жауабы: 1 бургер 100 теңгеден тұрады. 1 бургер 100 теңге. Ал 1 фриің ол 50 теңге. Ал 1 пиццаң ол бағасы жауабы 170 болады. Тапсаңыздар, лайктарыңызды жинаңыздар. Ал осы жердегі қайшенекте көп су толады. Қайшенекке көп су сияды. Табыңыздар жауабын. Біріншіге толады. Біріншіге көп толады, себебі оның басындағы көп күйсең жетіне толады. Ал мынауың кішкентай, бұған көп су сиғанмен су ағып кетеді жетінен. Сіздер осы видеодан ақылдылығыңызды тексересіздер. Ал мына жерде осы 4 стаканға заттар қойылады. Біріншісіне сағат, екіншісіне скрепка, үшіншісіне қайшы, ал төртіншісіне өшіргіш. Ал қайсыдағы су көп? Басталды. Жауабы скрепка, себебі ол жеңіл және оған су көбірек толады. Bir күні бір адам қараңғы түнде кете жатып өледі. Машинадан бір өлтіріп кетеді. Ал оны жүгіріп жатқан ұрлықшылар ол кезде қашып кетеді. Сол кезде полиция келеді. Оған машинаның нөмір жазған, ал осы жерден нөмірлер табыңыз машинаның. Жауабын тапсаңыздар. Сіздер ең ақылды боласыз. Біріншісі 8, екіншісі 6, үшіншісі 0, 4 және 2. Сонымен ұрышын тауып алады. Ал осы жердегі екі қыздың қайсысы ақымақ? Ал егер тапсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер.